Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және оқушылар? Мен Шымкент қаласының білім басқармасының қарамағындағы Әбілхан Қастеев атындағы өнер және дизайн колледжінің киім дизайн мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Иманқұлова Зульфия Әріпқұлқызы. Бүгінгі қашықтықтағы сабағымыз тігін бұйымдарын құрастыру пәнінен 3-ші курс оқушыларына арналады. Сабағымыздың тақырыбы кеудешені модельдеу. Сабақтың мақсаты, яғни сіздердің үйренетіндеріңіз техникалық эскизді орындау және оған түсінік беруді, алдыңғы бойдағы кеуде және бел қымтамасының әртүрлі бөліктерге ауыстырылуын, үшіншісі түйінді сөздерді Крил әдістемесі бойынша талдау, яғни тілмен пәндік тілді кіріктіре оқытуды, тақырып бойынша керекті құрал жабдықтар, масштабтағы сызғыш, түрлі түсті қағаз, қайшы, фломастер, желім, сызғыш, қалам, дәптер, кеудешенің масштабындағы бөлшек қима үлгілері. Модельдеу, жаңа фасон сызықтарын жүргізу, пішім үлгісін өзгерту, конструкциялық және фасондық сызықтар. Модельдеуді орындау үшін негізгі иық бұйымдарының конструкторлық сызба құрылымын негізге ала отырып, әртүрлі жаңа бұйымдарды модельдеуге болады. Алдыңғы бойдағы кеуде қымтамасының әртүрлі бөліктеріне ауыстыруға болады. Модельдеу жұмысын бастау үшін біріншіден модель эскизімен мұқият танысу қажет, яғни дизайнерлік суретпен техникалық эскиз орындап, барлық конструкторлық және модельдеу ерекшеліктерін графикалық суретте көрсету, қымтаманың қалай орналасатыны, матаның фактурасына және адамның дене ерекшеліктеріне қарай орындалған жөн. Техникалық нобай дегеніміз үлгінің анықталған пропорция қатынастағы графикалық сурет. Сонымен бір дизайнерлік эскизді ала отырып, оған техникалық эскиз жасаймыз. Міне осы модельге техникалық нобайымызды дайындап, оның сырт көрінісін суреттейміз. Міне, орташа қынамалы силуетті әйелдер көйлегі, күнделікті киюге арналған, мезгіл аралық, матасы кез келген форма сақтайтын мата болуы мүмкін. Мысалы, жасыл түсті лавсан, жеңі бір тігісті, ұзындығы шынтаққа дейін, жең басында бүкпелер бар, кеуде қымтамасы бүйір сызығында орналасқан. Көйлек ұзындығы тізеге дейін. Артқы ортаңғы сызықта ұзын жасырын сырма тігілген. Етегі астына қарай тарылтылған соң шлицасы бар. Ал енді қымтаманы қалай орналасқаны жөн болатынын көрген соң, шаблонды түрлі түсті қағазға көшіріп, модельдеуді бастаймыз. Бұл модель асимметриялық. Модельде кеуде қымтамасы көлденең орналасқан рельефтік тігіске ауысады. Модель бойынша көлденең сызықтарды сызып алып, кеуде және бел қымтамаларын жабамыз. Бұл модельде кез келген орташа қалыңдықтағы форма сақтайтын мата болады. Және мата комбинациясына да ыңғайлы. Екінші модель асимметриялық. Модельде
кеуде қымтамасы тік фигуралы орналасқан рельефтік тігіске ауысады. Модель бойынша тік фигуралы сызықтарды сызып алып, кеуде және бел қымтамаларын жабамыз. Бұл модельде кез келген орташа қалыңдықтағы форма сақтайтын мата қолдануға болады және мата комбинацияға да ыңғайлы. Ал ендігі кезекте үшіншісі асимметриялық модель. Модельде кеуде және бел қымтамалары көлемі бөлек пішіліп алынған иық қакеткасына жиырылып орналасады. Бұл модельді жұмсақ маталардан тіккен дұрыс. Мысалы, трикотаж, велюр. Модель симметриялық, оң және сол жағы бірдей, иықтан белге дейін тік орналасқан рельефтік сызыққа айналады. Бұл модельді үлкен размерлерге де қолдануға болады. Визуальды денені ұзартады. Кез келген орташа қалыңдықтағы форма сақтайтын мата болады және мата комбинациясына да ыңғайлы. Бесінші моделіміз симметриялық. Модельде кеуде және бел қымтамаларының көлемі иық сызығына жиырылып орналасады. Бел қымтамаларын жабамыз. Бұл модельде жұмсақ маталардан тіккен дұрыс. Мысалы, трикотаж, креп, сатин.
Алтыншы модель симметриялық. Оң және сол жағы бірдей. Кеуде тұсындағы көлденең орналасқан рельефтік сызыққа немесе кокеткаға айналады. Омырау бүкпесін нобай сызығына сәйкес ауыстырылып, бел қымтамасын жабамыз. Бұл модель кез келген орташа қалыңдықтағы форма сақтайтын матадан тігіледі және мата комбинациясына да ыңғайлы. Модельде қиық, подрез орнын белгілеп алып, кеуде және бел қымтамаларының көлемі қиық көлеміне жиырылып орналасады. Бел қымтамаларын жабамыз. Бұл модельді жұмсақ маталардан тіккен дұрыс. Сегізінші модель симметриялық. Омырау қымтамасын нобай сызығына сәйкес ауыстырамыз. Қолтық ойындысынан шамамен белдің ортаңғы сызығына бел қымтамаларын жабамыз. Сонымен рельефтік тігіске айналады. Бөліктерді матаның негізгі жібіне параллель орналастырамыз. Нобай сызығына сәйкес сызықты бел сызығынан омырау нүктесіне дейін сызамыз. Омырау және бел қымтамалары сол сызыққа ауыстырылады. Бұл модель көбінесе бөлек пішілген бел сызығымен модельдерде қолданылады. Оныншы модель асимметриялық. Нобай сызығына сәйкес қолтық асты бүйір сызығынан омырау нүктелеріне фигуралы сызықпен шамамен бел тұсындағы бүйір сызығына дейін сызылады. Омырау және бел қымтамалары сол сызыққа ауыстырылады. Бұл модель кез келген орташа қалыңдықтағы форма сақтайтын матадан тігіледі және мата комбинациясына да ыңғайлы.
Сіздер көріп отырғандай, біз бүгін 10 эскизді талдап, оларға модельдеу ерекшеліктерін түсірдік. Қымтамалардың көлемін иыққа, фигуралы рельефтік тігіске, иықтағы кокеткаға, қиыққа және модельге техникалық эскизді орындап, оның сырт көрінісін суреттедік. Сабағымыздың 3-ші бөліміне сәйкес, біз түйінді сөздерді Глил әдістемесі бойынша талдау, яғни ағылшын тілмен пәндік тілді кіріктіре оқытуды бастаймыз. Бұл әдістеме бойынша тақырыптың негізгі сұрақтарына жауап беріп, және түйінді сөздерді ағылшын тіліне аударып, есімізде сақтаймыз. Құрметті оқушылар, менің бүгінгі сабағымды қаншалықты түсінгендеріңізді рефлексия арқылы маған чатқа жіберуіңізге болады. Мысалы, осылай, алма талындағы алмалар арқылы. Үй жұмысы ретінде осы модельдеулерді мен колледж стейшн платформасына жолдаймын. Оларды орындап, платформаға салып, баға алыңыздар. Және видеозвонок арқылы түйін сөздерді ағылшын тілде айтасыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.